Құрметті достар, бүгін 23 тамыз 2025 жыл. Мен қазір мына Шоқан ауылындағы Шоқан Уәлихановтың музейінде тұрмын. Бұл музейді көркемдеген Марат Төтеев деген жігіт, өздерің білесіңдер. Осыны көріп кетейін деп, осы бір шаруалармен келгенбіз. Сол музейді көріп кетейік деп, мына Шоқанды. Мынау кім ғой? Мараттың өзін жасап болған ма, Марат? Мына жерде мынандай экспонаттар бар екен. Бірнеше картина тұр бұл жерде. Қазір мына жерде міне Шоқан бір атамен екеуі әңгімелесіп отыр деген сияқты пәуеске. Мына жерде міне қоз көрпіш Баян сұлудың несі ғой, мынау мазары. Мына жерде міне балбал тас бар. Енді бұл өздеріңіз білесіздер, орта ғасырлық түркі дүниесінің кезіндегі балбал тастар. Түркі дүниесіне тиесілі негізі. Міне достар, жаңағы Мараттың қолына қуат берсін. Міне мынандай дүниелер жасаған екен. Мына гобеленге 40 жыл болды дейді. Мына гобелен тоқудың өзіне қанша уақыт кетеді, қараңыздаршы. Мына Шоқанның ескерткіші. Мына жерде Марат Абдірейсің жұмысы тұр. Міне Мәкен сенің жұмысың. Мына жерге келіп қойған екен төрге. Мынау тезек төренің несі Сырымбеттегі Айғаным ханшаның дейді. Несі екен? Мекен жайы екен. Ағаштан салған ғой таза. Времянкасы бар екен. Мешіті бар екен өзінің. Мынанда сол жігіттер жасады ма? Осы 2023 жылы. Мына жерден гипстен жасаған екен де. Бірақ цветпен берсе күшті болады екен, тонкий цветпен берсе. Міне осындай, міне музейге келдік біз.